Кітапхана білім мен ғылымның ордасы. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деп, біз мектеп жасына дейінгі балаларға арналған кітап бұрышын ұйымдастырдық. Біздің кітап бұрышымыздың ерекшелігі тек балабақшалардың әдебиетімен таныстырып қана қоймай, тәрбиешілердің көмегімен балаларға өз өмірінде қолдануға ойнаған ойындарында қолдануға және осы бұрышта рухани демалып, білмегендермен танысып, өз білімдерін жетілдіруге арналған бұрыш. Бұл кітап бұрышымызда балаларымыз әртүрлі ертегілер мен аңыз-әңгімелер және де өлеңдермен танысады. Онымен қоса мобильді кітапханамыз да бар. Бұл мобильді кітапханада әртүрлі ертегілер берілген. Шетінде QR-коды болады. Сол QR-кодты телефонға екеуін байланыстырған кезде әртүрлі ертегілерді өзі автоматты түрде қосып, оқып бере беруге болады. Сендермен қазір ойын ойнағым келіп тұр. Сендердің есте сақтау қабілеттерінің қаншалықты жақсы дамығанын тексеріп көрейік. Мына жақта жыл басына таласқан хайуанаттардың айтқан сөздері бар. Ма? Қанекей кім айтады? Ал Нұрмаш айта ғой. Айта ғой Нұрмаш. Не деп айтты? Менің сүтімді ішеді, менің жүнімді қырқады, менің етімді жейді. Жақсы, сол үшін мен жыл басы болуым керек деп айтқан, я? Ал жақсы, келесі кім айтады? Айта ғой Дара. Адам менің досым. Я, дұрыс, адам менің досым. Мен үйді қорғаймын. Ой, тамаша, мен үйді қорғаймын. Жыл басына мен болуға лайықтымын дейді, я бұлар? Жақсы, келесі кім айтқысы келеді? Айта ғой Рамазан. Көрсетші қане балаларға. Жыл басына таласқан хайуанаттар. Я? Балалар қараңдаршы, бізге Аминаның мамасы Қыдыр атаның қоржыны атты кітапша сыйлығын беріп жатты. Ашып көреміз ба? Ашып көреміз, олай болса. Ой, қараңдаршы, қандай керемет кітаптар беріп жатты бізге. Қараңдаршы, билейтін әріптер дейді. Ішінде әріптер билеп жүр екен. Қанекей Рамазан, көреміз, ашып көре бер. Кітаптан қорқатын бала дейді, қараңдаршы. Қызық сияқты, я балалар, оқып көреміз ба? Нұрмаш, ашып көре бер. Кітап оқымайтын қыз дейді, қараңдар. Кітап оқымайтын қыз дейді, Дара, көреміз ба? Сөз жинаушы қыз дейді, қараңдаршы қыздар, көреміз ба? Қараңдаршы, не деген кітап беріп жүрген, я? Екі иті бар екен, қыздары бар екен. Балалар, сендерге кітап оқыған ұнайды ма? Je danse un peu